Иә, жалпы барлық қазақтың журналистика саласында еңбек етіп жатқан. Енді барлық деп айтуым енді артық, өкінішке қарай бұл да үлкен бір қоғамдық дерт, журналистикаға қатысы жоқ адамдардың журналистикада жүргені. Бірақ енді журналистиканы бітіріп маман ретінде осы істі қолға алған адамдардың бәрі үлкен журналистердің қара шаңырағы Қазақ ұлттық университетін көбісі тамамдаған. Сол ұлттық университеттің журналистика факультетіне кірер кезде үлкен әріптермен жалпы әр журналисттің бойында көкейінде жүретін 3 ауыз сөз жазылған. Газет деп жазылған, бірақ оны қазір журналистика деп толықтай айта кетейінші. Газет дейді Ахмет Байтұрсынов атамыз. Қоғамның көзі дейді, тілі дейді, һәм айнасы дейді. Қоғамның айнасы дейді. Қалаулым бағдарламасы тұңғыш болмаса да реалити шоу деген ұғымды қазақ телекеңістігіне алып келген және де осындай рейтингке ие болған алғашқы бағдарлама деп өзім мақтанып айта аламын.